Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге жасалуы өте оңай, дәмі ерекше салаттың рецептісін ұсынамын. Және бұл салат көп затты қажет етпейді, сондықтан міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Құрамы тек 2 ғана заттан тұрады. Және бұл салат әсіресе краб таяқшаларын жақсы көретіндер үшін нағыз таптырмас салаттың рецептісі болмақ. Бұл рецепті жоғалтып алмас үшін менің каналыма тіркелу батырмасын басып қоюды ұмытпаңыз. Бұл салатты дайындау барысында мен 2 дана қиярды, 5 дана краб таяқшаларын пайдаландым. Қиярымыз бен краб таяқшаларын видеода көрсетілгендей жіңішке, ұзынша, жұқа бөліктерге бөліп кесіп дайындап аламыз. Және мен аскөкті пайдаландым. Укропты ұсақтап, майда бөліктерге бөліп кесіп турап аламыз. Міндетті түрде укроп қосып пайдаланыңыздар, себебі укроптың дәмі салатымызға ерекше дәм бермек. Және бір тіс сарымсақты үккіштің ұсақ бөлігінен өткіземіз және қалауыңызға қарай қажетті мөлшерде майонезді қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Құрметті достар, қазақша каналдың дамуына өзіңіздің үлесіңізді қоса отырыңыз. Ол үшін менің каналыма тіркеліп қойыңыз. Алдыда оңай салаттардың, тағамдардың рецептісін ұсынатын боламын. Салатымыз дайын болды. Енді осы салатымызды әсемдеп дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Видеоны соңына дейін тамашалағаныңызға рахмет. Ас болсын.